Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым? Бүгін сіздермен осындай әдемі ерекше құрақ құрайтын боламыз. Бір қарағанда қиын болып көрінгенімен, құралу жолы өте оңай. Құрағымызды бастаймыз. Құрағымызға көлемі 15-15 болатын көк матамыздан 4 штук және де осындай қызыл мата қажет болады. Көк шаршымызды екіге бүктеп, ортасын белгілеп тауып аламыз. Бұл жоғарғы нүктесі және де мынау екі төменгі нүктесі. Осы төменгі және жоғарғы нүктелерімізді қызыл матамызға қойып, тігіп шығатын боламыз. Видеода анық көрсетілген. Мінекей осылай төменгі және жоғарғы нүктемізге қойып, тігіп шығатын боламыз. Мінекей дәл осылай қойып тігіп шығамыз. Қолдарыңыз үйренгенше булавкамен қыстырып қойсаңыздар болады. Мінекей тігіп алдық. Артық жібін қиып тастаймыз. Мінекей енді көк матамызды осылай қылып қоямыз. Және де осының көк матаның бойымен қызыл матамызды қиып шығамыз. Сызып қисаңыздар да болады, немесе осылай қиып алсаңыздар да болады. Мінекей осылай қиып аламыз. Мынау сол кезде бұрыш болып шығады. Және де көк матамызды артығын қиып тастаймыз. Мінекей бір бұрышы дайын болды. Ендігі кезекте келесі екінші жағын тігетін боламыз. Төменгі және жоғарғы нүктемізді тағы да белгілеп алып, қызыл матамызды беттестіріп, тігіп шығамыз. Және де жаңағыдай бұрышын келтіріп қиып аламыз, артық көк матасын қиып алып тастаймыз. Мінекей дайын болды. Дәл осындай 4 штугын тігіп аламыз. Мінекей 4 штугын тігіп, өтекпен өтектеп алдым. Біздің енді екінші блогымызға көлемі 11-11 болатын сары матамыз қажет, және де көлемі 15-15 болатын көк матамыз қажет. Көк матамызды осылай қақ ортасынан бөлеміз, және де қайшымен қиып 4 үш бұрыш шығарып аламыз.
Үшбұрыштарымызды төрт бұрыштың төрт жағына тігіп шығамыз. Құрақ блогымыз дұрыс шығу үшін сары матамыздың төрт жағынан ортасын тауып аламыз. Төрт жағынан да осылай дәл ортасын тауып алатын боламыз. Және де көк матамыздың да дәл солай ортасын тауып белгілеп алатын боламыз. Тіккен уақытта осы сызылған белгіленген белгіміз бір-біріне келіп тұрса, біздің құрағымыз әдемі қисаймай дұрыс шығатын болады. Неке көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне келіп тұр. Дәл осылай тігеміз. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып, қоңыраушадағы все деген батырманы бассаңыздар болады. Мінекей блогымыз дайын болды. Енді осы блокты өлшейміз. Менің жағдайымда 16-да 16 болып тұр. Негізі бізге керегі 15-те 15. Сол үшін бұл блогымызды екі жағынан мінекей осылай сызып қиып алып тастаймыз. Өйткені бізге 15-те 15 қажет. Мінекей біздің екінші блогымыз дайын болды. Ендігі кезекте үшінші блогымыз тігеміз. Ол үшін бізге осындай пішін қажет. Бұл пішінді шығару үшін қазір сіздерге көрсететін боламын. Және де осындай көлемі 15-та 15 газет қажет. Газеттен төртеуі қажет. Бұл пішінді шығару үшін осы 15-та 15 газетімізді бүктейміз. Осылай қақ ортасынан бүктеп, бір шетінен, жоғарғы бір шетінен примерно бір жарымды белгілейміз осылай. Және де төменгі жағынан газетімізді екіге бүктеп тағы қақ ортасын табатын боламыз. Және де осы екі нүктені сызып қосатын боламыз. Осы сызық арқылы қайшымен қиып алып тастаймыз. Сол кезде мінекей осындай пішін шығатын болады. Бұл пішін сызған уақытта жыртылып қалмас үшін мен кардонға қиып алдым бастырып. Мінекей дәл осылай қиып алып тастаймыз. Пішінімізді матаға бастырған уақытта жыртылып қалмас үшін кардонға қиып алдым. Енді біздің үшінші блогымызға осындай пішіннен 4 штук сары матамыз қажет. Және де осы сары матамыздың жанына тігетін көк матамыз қажет болады. Енді бізге осы блокты тігу үшін көлемі 15-та 15 газетімізді пайдаланатын боламыз. Газетімізді алып,
осыған сары матамызды қоямыз. Осылай дәл бұрыштарына келуі қажет. Осылай қоямыз. Сіздер бірінші тігіп жатқан кезде булавкамен түйреп алсаңыздар да болады, қозғалып кетпес үшін. Енді көк матамызды алып, оң жағын екеуін беттестіріп, осылай тігіп шығамыз. Осылай тігіп шығатын боламыз. Тігіп алдық. Енді осының бұрышын шығару үшін, газетіміз жыртылып кетпес үшін біз сызып аламыз. Газеттің бойыменен өйстіп сызып алатын боламыз. Және де осы сызылған сызық арқылы қайшымен қиып алатын боламыз. Біздің бір жағымыз шықты. Енді екінші жағында дәл солай. Оң жағынан беттестіріп алып, тігіп шығамыз. Дәл жаңағыдай. Ручкамен сызып бұрышын қиып алатын боламыз. Бұл әдісті лайфхак ретінде пайдалансаңыздар болады. Қандай да бір құрақты құрай алмай жатсаңыз, соның пішінін жасап алып, осылай тігуге болады. Осындай пішін шықты. Енді бұның арт жағындағы газет оп-оңай алынып жыртылып қалады. Осылай оп-оңай алынып қалады. Осындай блок шықты. Енді бізге осындайдан 4 штуғы қажет. Біздің 3 блогымызда дайын болды. Бәрін бір-бір өтектеп алдық. Енді осыларды орналастырамыз. Орналастыру ретін асықпай қарасаңыздар болады. Бәрі анық көрсетілген. Енді осыларды өзара біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Құрағымызды тігіп болғаннан кейін тігістерін өтекпен бастырып, өтектеп аламыз. Біздің осындай әп-әдемі құрағымыз шықты. Бір қарағанда күрделі құрақ сияқты, бірақ
тіккен кезде оп-оңай. Егер менің қырағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.